Мен Мұнайлы ауданы бойынша білім бөлімінің номері 6 жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 8 сынып оқушысы Мұхиден Нұргүл Жақсылыққызы. 5-8 сынып оқушыларына арналған экологиялық жобалар конкурсына туған өлке табиғаты бақыты бойынша өзімнің Маңғыстау менің көзіммен тақырыбындағы жобамды ұсынамын. Менің жобам арқылы сіз Маңғаздала Маңғыстаудың әсемдікке толы көрікті жерлерін және өз көзіммен көрген Қараман-ата жер асты мешітін 3D форматында көре аласыздар. Сіздер де мен қазір тұрған Қараман-ата жер асты мешітін 3D форматында тамашалаңыздар. Қараман-ата жер асты мешіті 12-17 ғасырларға жататын діни сәулет өнерінің бірі. Жер асты мешіті 3 бөлмеден тұрады. Кіреберіс бөлме, оған жалғасқан намаз оқитын зал және Қараман-ата жерленген дөңгелек бөлме. Оның аумағы 4,2 гектар жерді қамтиды. Мешіттің ерекшелігі оның жердің астында орналасуы. Қараман-ата қорымы Маңғыстау ауданынан Шетпе кентінен 38 км қашықтықта. Беке елді мекенінің батыс жағында Қанды қырқасына таяу. Қандыбас қыстағының батысынан 5 км жерде орналасқан. Жер асты мешіті мен қорымы 1982 жылы республикалық дәрежеде мемлекеттік қорғауға алынған. Мешіт тау шатқалының төменгі қабатынан табиғи үңгірлерді пайдалану отырып ойып салынған. Мешіт құрылысы 3 бөлмеден тұрады. Кіреберісінде 1 бөлме, оған жалғасқан намаз оқитын зал. Үлкен бөлменің төбесі тастан құралған, бағандармен бекітіліп, шегенделген. 2 бөлменің төбесінен жарық түсетін дөңгелек терезелер ойылған. Қорым мен жер асты мешіті Маңғыстаудағы киелі орындардың бірі болып саналады. Маңғыстаудағы ең ескі және үлкен қорымның бірі Қараман-ата қорымы. Маңғыстаулық қазақтар тарихында Қараман-атадағы анттасу деген оқиғамен белгілі. Бұл жер бағзы заманнан бері ант берісіп, ақ-қараны айыратын, адасқанды тура жолға бастайтын, жастарды қолдайтын қасиетті орын болған деселді. Осында Бекет ата төрелік еткен қазақтар мен түрікпендер арасында дау шешілген. Қараман-ата туралы ел арасында түрлі аңыз нұсқалар сақталған. Оның біреуінде Қараман-ата Шопан ата өлеңінің інісі екені делінеді. Екінші бір аңыз Қараман-ата мен Есен аталар Шопан атаның баласы делінеді. Есен ата мешіті мен Қараман-ата жер асты мешіті арасында жол болған деседі. Мен сынама ретінде өңіріміздегі экологиялық мәдениетті арттыру, өлкеміздің мәдени және туристік аймақтарын кеңінен насихаттау мақсатында туған өлке табиғаты тақырыбында өзімнің жеке сайт жүйемді жасадым. Сайтта Маңғыстаудың мақтан тұтар әсемдікке толы көркем табиғаттар туралы мәліметтерді және 3D панорамаларын орналастырдым. Сайтты әлі де өзгелер білмейтін тың тақырыптармен Маңғыстаудың сіз білмейтін тылсым жерлерімен толықтырғым келеді.